анау кішкентай балаға сабырлық деген тақырыпты қозғап отыр да. Қараңыздар, біздің ойбай менің балам әлі кішкентай, не үлкен адамға сабыр. Бізде қайғы болған кезде шайқалып қалады. Неге? Өйткені ол сабырлық деген нәрсені үйренбеген. Кім сабырлықты сұраса, Алла сабырлықты береді. Сабырлық деген ендеше мен өзі өмірде сабырсыз болып тудым деп айтпау керек екен. Неге? Ол үйренетін нәрсе, келетін нәрсе. Сіз тырыссаңыз, жаңағы айтқың келген сөзді айтпай қалып, жаңағы ашуланған кезде өз-өзіңді ұстап қалып, сөйтіп сабырлық деген адамның бойына сіңе бастайды. Бойында сабырлық болған адамға Алла сабырлылармен бірге дейді. Балаға сабырлық мәселесін. Өйткені әке-шеше дүниеден өтіп кетуі мүмкін ғой. Бала өмірден сынып кетуі мүмкін. Сондықтан сол бастан құлыным деп Лұқман баласына үлкен нәрселерге дайындап отыр. Шындығында бұл ұлы істерден деп насихаттады.